Ассаламу алейкум. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге дұрыс тыныс алудың пайдасы туралы айтамын. Дұрыс тыныс алуды үйрену арқылы келесі ауруларды дәрі-дәрмексіз емдеуге болады. Дұрыс тыныс алуды үйрену салауатты өмір сүрудің түрлі аурулардан арылудың негізі. Адамдар көбінесе өздерінің тыныс алуына мән бермейді. Сондықтан олар миды және дененің басқа бөліктерін оттегімен толық қамтамасыз ете алмай, аузымен немесе дұрыс емес тыныс алады. Бүгін сіздерге дұрыс тыныс алу және ағзаңызды оттегімен толық қамтамасыз ету арқылы қандай ауруларды емдеуге болатыны туралы пайдалы ақпарат айтамын. Дұрыс тыныс алуды үйрену арқылы тыныс жолындағы созылмалы ауруларды емдеп алдын алуға болады. Тыныс алу органдарының аурулары келесі созылмалы ауруларды тудыруы мүмкін: шаршау, әлсіздік, ұйқысыздық, өсімдік аллергиясы, ұйқының бұзылуы және қорылдау, алаңдау секілді аурулар. Дұрыс тыныс алу техникасы денсаулыққа қалай әсер етеді? Астма, гипертонический болезнь, мазасыздық, ұйқысыздық сияқты көп түрлі ауруларды дұрыс тыныс алу арқылы емдеуге болады. Адам аузымен тыныс алғанда өкпеге өте көп ауа жиналып, ағзаға кері әсерлі болады. Сондықтан ылғи мұрынмен тыныс алып, ауыздан шығарған дұрыс. Азот оксидінің әсері: адамның танауында азот қышқылы болады және оның белгілі бір мөлшері мұрын арқылы тыныс алған сайын өкпеге түседі. Ғалымдар азот оксидінің ағзаның тепе-теңдігіне айтарлықтай әсер ететінін анықтаған. Мысалы, трахеяның бұлшықеттерін босаңсытып, ауырсынуды басады, тыныс жолындағы бактериялар мен микроорганизмді жояды, қан тамырларын кеңейтеді. Адам мұрнымен тыныс алғанда мұрнында су жиналады. Сондықтан мұрынды жақын тазалап тұру керек. Ең қызығы, мұрынмен дұрыс тыныс алу мұрынның кеңеюіне әкеледі. Бұл мұрын арқылы ауаны көбірек алуға мүмкіндік береді. Бірақ дұрыс тыныс алуды үйрену үшін айлар қажет болуы мүмкін. Демікпемен ауыратын адамдардың жалпы симптомы ауызбен тыныс алу болып табылады. Олар сау адамдарға қарағанда ауыздарымен жиі дем алады. Өкпеге түсетін ауа көлемі тым жылдам болса, қандағы көмір қышқыл газы төмендейді. Көмір қышқыл газы сіз дем шығарған сайын денеден шығарылады, бірақ сіздің денеңізде белгілі бір мөлшерде көмір қышқыл газы қалады. Дем алатын ауа мөлшері азайған сайын дене тезірек тыныс алу арқылы жауап береді. Өйткені көмір қышқыл газының деңгейі төмендейді. Сіз демікпемен ауырғаныңызды тез біле аласыз. Ауыз арқылы өте терең тыныс алғанда әр адамның басы айналады. Осыған көңіл бөлсек, өте көп оттегі ағзаға жақсы деп ойласа, ол олай емес. Керісінше зиян. Адамның өкпесі көмір қышқыл газын тым көп жоғалтқанда қан тамырлары тарылып, бас айналу белгілері пайда болады. Дұрыс тыныс алу ережелері: мұрын арқылы тыныс алып, мұрын арқылы шығарыңыз. Содан кейін мұрныңызды қысып, басыңызды жоғары және төмен қозғалтыңыз. Тынысыңызды мүмкіндігінше ұзақ ұстаңыз және басыңызды олай-бұлай қозғаңыз. Дем шығарғаннан кейін мұрныңызбен бірнеше ұзақ терең тыныс алыңыз. 30-дан 60 секундтен кейін осыны қайталап жасаңыз. Сондай-ақ 30-дан 60 секунд дем алу кезінде ауызбен өте терең тыныс алыңыз және мұрын арқылы баяу дем шығарыңыз. Дегенмен, жүрек қан тамырлары аурулары, жүктілік және қант диабеті бар адамдар жаттығуларды орындау кезінде ұзақ уақыт бойы тынысын ұстамауы керек. Егер сіз бұл жаттығуды орындау кезінде тынысыңызды 30 секунд ұстай алсаңыз, бұл жақсы. Ал егер сіз оны 40 секунд ұстай алсаңыз, бұл керемет. 25 секунд сіздің жақсару мүмкіндігіңіз бар дегенді білдіреді. Бірақ 15 секунд немесе одан аз уақыт болса, тыныс алу жолдарының ауруымен ауыру ықтималдығы жоғары екенін білдіреді. Бұндай кезде сіз бірінші кезекте дәрігерге қаралып кеңес алғаныңыз жөн. Адамдар кейде қалыпты жаттығулар кезінде мұрынмен және аузымен тыныс алады. Бірақ қарқынды жаттығулар кезінде олар еріксіз аузымен тыныс ала бастайды. Бұл жағдай тағы да ағзаның көмір қышқыл газын көп жоғалтып, оттегіне мұқтаж екендігінің белгісі. Жоғарыдағы жаттығуды күн сайын белсенді жасайтын болсаңыз, қарқынды жаттығу кезінде де мұрныңызбен тыныс ала алатын боласыз.
Келески жаттығуу жүрөк пен кан тамырлар аарууна жакшы әсер этеді. Мурун аркылуу кыска тыныс алыңыз. Мурнуңузду кысыңыз жана тынысыңызды 5 секунд устаңыз. Содан кейін мурнуңузбен узак тыныс алыңыз жана аузуңузбен дем алыңыз. Дени сау адам осы кыска тыныс алуу жаттығуу кезинде тынысын шамамен 10 секунд устай алуу керек. 10 секунд дем алып кайтадан жасаңыз. Муну күнүнө 5-тен 10 рет жасаңыз. Күн сайын жаттығулар мен йогамен айналысуу аркылуу натыйжаларды көрүүгө болот. Бүгүнкү видеомуз осумен аякталды. Арнага тиркелип лайк басууларыңызды өтүнөмүн. Мүмкүндүк болсо комментарий жазып досторуңузбен бөлүшүңүздөр. Келесі видеого дейин сау болуңуздар.